Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Дана Асқарғазы және Дана Денсаулыққа каналы. Бүгінгі видеомда мен жалпы қазіргі кезде адамдардың көп процентінде кездесетін симптом или патология деп айтсам, қан қысымы болып табылады. Қан қысымы қазір екінің бірінде бар, және де онымен көбісі қазіргі кезде до учетта тұрады, және де оның арнайы таблеткасын қабылдап жүреді. Жалпы мен бүгінгі видеомда таблеткадан бұрын жалпы қарапайым жолмен қалай қан қысымын былай түсіре аламыз, ешқандай таблетканың көмегісіз 5 минуттың көмегінде сол туралы айтатын боламын. Қан қысымы негізінен әртүрлі себептерден көтерілетін болады. Оның біріншісі, мысалы, бізде позвоночник, яғни омыртқаның бойында мойындық бөлігі, кеуделік бөлігі, белдік бөлігі деп бірнеше топтарға бөлінеді. Осы мойын бөлігіндегі омыртқалардың қысылып қалуының нәтижесінде, қанның дұрыс жүрмеуі нәтижесінде қан қысымы көтерілетін болады. Ал екінші себебі бұл стресстің әсерінен. Стресс әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, адам қатты қуанған кезде, немесе мұңайған кезде стресске түсетін болады. Бұны стрессті жалпы депрессиямен шатастырмаймыз. Стресс бұл жақсы эмоцияның нәтижесінде де стресс болады организмде. Және де одан мысалы кортизол гормоны бөлінеді. Кортизол гормоны сәйкесінше қан қысымының көтерілуіне себепші болады. Одан кейінгі қазіргі кезде, мысалы, жедел жәрдем бригадасымен барған кезде көп адамдарда паникалық шабуыл, яғни панический атака деген диагнозды қойып жатады. Бұл көбінесе жалпы белгілі бір қатты эмоцияның әсерінен организмде өзгерістер болады, және де көп мөлшерде медиаторлар, жаңағыдай гормондар бөліну нәтижесінде қан қысымы көтеріліп кетеді. Және де бұл көбінесе жастардың арасында болады. Бұл жаңағыдай өзін қатты шаршатқанның әсерінен, өзін қатты жұмысқа салған әсерінен, немесе басқа да стресстер, шаруалардың әсерінен осындай яғни вегетососудистық дистония немесе панический атака деген диагнозға, яғни ауруға әкелінеді. Бұл негізінен ауру деп айтпасам да болады, кішкене бір симптом ретінде көрінеді. Және осының фонында артериалдық қан қысымы көтерілетін болады. Және одан бөлек жалпы басқа да себептердің әсерінен қан қысымы көтеріледі. Ең басты үш себебі осы болып табылады. Жалпы осы симптомдардан, осы яғни артериалдық қан қысымынан біз жалпы ең бір бұрын болмаған, яғни созылмалы ауру ретінде бұрын болмаған адам болсаңыз, одан қалай жеңіл жолмен құтылуымызға болады. Жалпы бірінші сабыр сақтауымыз керек. Ол үшін біз арнайы тыныс алу жаттығуын жасаймыз. Яғни сіз 4-4-4 деген ережені білетін болсаңыз, жалпы тынысты 4 секунд тыныс аламыз, және де 4 секунд сол тынысты ұстаймыз, және де 4 секунд оны шығарамыз. Жалпы ол былай жүзеге асады. Яғни басымызды артқа қарай шалқайтамыз, осы кезде тынысты аламыз, одан кейін 4 секунд бойы ұстаймыз, немесе бұны сіз стенаға, яғни қабырғаға тұрып жасасаңыз да болады. Және 4 секунд ұстайсыз да, кейін 4 секунд жіберетін боласыз. Ол кезде басыңызды да қайтадан орнына келтіресіз. Осы жаттығуды 20-30 рет жасаңыз, немесе 5 минут көлемінде жасасаңыз болады. Және де осыдан кейін қайтадан қан қысымын өлшеуіңіз керек. Одан кейін тағы бір айтылатын жаттығу бізде жаңа айтылды, мойынның бойындағы нервтер или қан тамырлардың қысылып қалу нәтижесінде қан қысымы көтеріледі деп айттым. Жалпы мойын бөлігінде бізде көптеген ірі қан тамырлар өтеді, және де бұл бізде жалпы қан қысымының көтерілуіне және де түсуіне себепші болып тұрады, реттеп отырады. Осы жердегі белгілі бір қан тамыр қысылатын болса, онда белгілі бір бізде организмде өзгеріс болады, сәйкесінше қан қысымы көтеріледі. Мысалы, бізде омыртқаның бойында, мысалы, мойындық бөлігінің бойымен үлкен саусақтың көмегімен осылайша жаймен жоғарыдан төмен қарай жасап, 3-4 рет жасап, сәйкесінше осы әрекетті мына оң жағыңыздан да сол жағыңыздан да бірдей мөлшерде қайталап, 2-3 минут көлемінде жасап, қайтадан қан қысымыңызды өлшесеңіз, осы кезде қан қысымыңыздың түскенін байқайтын боласыз. Және де бұдан бөлек жалпы жаттығулардан басқа өздеріңіз білетіндей жалпы далада жүріп қайту, ешқандай таблеткасыз осындай іс-әрекеттерді жасасаңыз, жалпы қан қысымы жайменен түсетін болады. Бірден
таблеткаға жүгірген дұрыс емес, өйткені таблетканың да өзіндік жанама әсерлері болады, сіз білмейтін. Сол үшін ең басында қан қысымы көтерілген кезде дәрі ішпес бұрын осы жаттығуларды жасап көруіңізді сұраймын. Сіздермен бірге болған Дана денсаулыққа каналы. Келесі видеоларда жүздескенше, егер видео ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге алдын ала рахмет, сау болыңыздар.